Микрофоныңызды қосыңыз, Венера ханым. Қосылды ма? Аха. Так, бастай береміз уже. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, құрметті Uniforest компаниясының партнерлары. Бүгін керемет күн. Бүгін қазақ тілінде бізде презентация. Сіздер қосылып отырған компания, жаңадан келіп отырған қонақтар болса, таныстырып өтейін. Компания Uniforest компаниясы. Uniforest деген жетістікке жетудің жан-жақты формуласы деп аударылады. Компаниямыздың екі түрлі бағытта жұмыс жасайды. Ол денсаулықты дұрыстау және жақсы табыс табу. Компания негізін қалап отырған біздің қазақстандық азамат Қайрат Раев және Ләззат Шайғараева деген кісілер. Бұл кісілер осы желілі маркетинг саласында осы бизнестің майталманы деп айтса болады. Себебі 22 жылдан бері именно тек қана желілі маркетинг, желілі бизнеспен жұмыс жасап жатыр. Және сол соңғы 10 жылдың ішінде тұрақты бір компанияда жұмыс жасау арқылы өзінің алғашқы $1 миллион тапқан кісі. Бұндай $1 миллион желілі бизнестен табу, ол көптен көп адамдардың қолынан келе бермейді. Саусақпен санарлық қана адамдар бар шығар деп ойлаймын. Ол желілі бизнестің ең керемет майталман адамдары Ләззат Шайғараева және Қайрат Раев. Отбасылық жоп. Енді қазір сіздерді бұл компанияның жаңа айтып кеткенде екі бағытпен жұмыс жасайды дейтін болсам, денсаулық саласы бойынша қазір сіздерді таныстырып өтетін біздің әріптесіміз. Алдыңғы компанияда бірге жұмыс жасадық, өте мықты, мына өнім жағынан өте керемет жоғары дәрежеде жеткізеді. Дефектолог. Сол кісіге қазір сөз берем. Венера ханым, Ақтөбе облысы Қандыағаш ауданы, е? Жақсы, сөз кезек өзіңізде. Құрметті партнерлар, ханымдар мен мырзалар, барлығыңызға бүгінгі жұма мүбәрәк болсын. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Өте жақсы естіліп тұр. Бұл енді керемет Uniforest компаниясының өнімдері жөнінде айтып өтейін. Бізге қаңтар айынан бастап Унибалм деген керемет өнім қолымызға тиді. Бұл компанияның бізге жаңағы осы компанияны алып келіп халыққа жаңағы баға жетпес үлкен керемет өнімді алып келген компания басшысы Ләззат Шайғараеваға алғысымыз шексіз. Алғашқы қаңтар айынан бастап келгеннен бастап бірінші осы өнімнің құрамында нелер бар екен танысып өттік. Одан әрі қарай өзіміз қолдандық. Енді құрамында өте Тибет медицинасында жаңағы керемет бағаланатын шөптер сығындысынан жасалынған екен, 5 түрлі шөптер. Қытайдың Шэньси деген провинциясында жасалған бұл өнім. Және тек қана жаңағы бел омыртқа, аяқ, немесе буындар ғана емес, қарапайым үйде тұмаумен ауырып қалған баламызға да қолдандық, мұрнына, құлағының астына, және варикозыменен біраз жылдан бері варикозыны жаза алмай жүрген адамдарға да қолдандық, үлкен әжейлерге қолдандық, буындары ісіп кеткен, жүре алмай жатқан адамдарға қолдандық. После инсульта дейді, енді инсульт алып құлаған, давлениеден құлаған адамдарға қолданып көрдім. Енді нәтижесі керемет, айтып жеткізу мүмкін емес, нәтижесі өте керемет. Бұл Унибалмның жаңағы 5 түрлі айттым ғой, жаңағы шөптің сығындысынан жасалынған деп. Өте қатты қыздырады. Әрине енді жеңіл жаңағы ауруларға өнім тез әсер етіп, нәтижесін беріп жатыр да. Ал енді ауру өтіп кеткен, ұзақ жылдан бері күресіп келе жатқан адамдарға қалай болады екен деп, оған да қолданып көрдік. Әсіресе псориазбен ауыратын
қасымызда 50-ден кеткен Бақытжан деген апайымыздың қолындағы псориаз 3 күннің ішінде нәтижесін берді. Одан қалды жаңағы варикозы менен күресіп, буындарынан ет пен терінің арасына су жиналып жүре алмай жүрген Ирина ханымның да өте керемет күшті нәтиже алды. Өзімнің балам аяғын жаңа бұрап алған болатын, қатты ауырып, сол құлағаннан болып, сол ауырған жер буындары ісіп кеткен, сол ісіп кеткен жеріне 3 күнде жаңа ісігін қайтарып, тобықтың тұсындағы жаңағы буындарындағы ісік 3 күннің ішінде нәтиже беріп кетті. Ауруы да басылды. Жаңа баламның айтатыны, мама, бұл қандай сен керемет өздерінің тілінде чудо бальзам әкелгенсің, біздің аяғымыздағы жаңа ісік 3 күннің ішінде қалай кетіп қалды деп. Әжем болса ғой, тұз суға салып, оны қатты жаңағы ауыртатын ет біздерді ысылап. Мынау тек жақтыңыз, одан сыртын жаққаннан кейін сыртын салафанмен жауып байлап тастадық. Балам теріледі. Сосын екінші күні уже салафан алып тастадық. Үшінші күні қарасақ, уже несі жоқ. Көгергеніне дейін кетіп қалыпты. Осындай керемет нәтиже алдық Унибалимнан. Және бүйрек простатитпен ауыратын адамдарға да қолдандық. Бүйрек жаңағы бүйрегімде тас, құм бар, жатқанда шыдатпай ауыртатын еді. Бұл қалай енді болса алып келген неңізді көрейік деп, ол кезде біздің басында сол ауырған адамға бірінші біз бальзамның кішкентай пробнигі болып, соны қолдандық. Сол онда да жаңағы салафанменен орап қыздырады екен, қатты қыздырғанға шыдай алмадым деп үлкен кісілер алып тастап жатқан. Ал мына 40-тан кеткен біз сияқты адамдар шыдап жаңағы бүйректің де нәтижесін көріп жатыр. Енді нағашы апам бел ауырып келген осы март айында. Оған да жағып бердім, ұнатып алып кетіп еді. Артынан жаңағы телефонменен, қазір WhatsApp жақсы болды ғой, бәрімізге сол айтып жатты. Рахмет, мына қандай керемет өнімді қайдан алдыңыз, мен тағы да алғым келеді деп жазып жіберіпті. Ол кісіге де сол Ақтөбедегі офиске жіберіп, Гүлдана ханымға жіберген болатынмын. Сол жерден алып, ол да өзінің туыстарына жағып, бірнеше жаңағы нәтиже алыпты. Варикозыдан, бел аурудан, бүйректен, псориаздан, тері ауруларынан біраз нәтиже көрдік. Енді бұл тек қана жаңағы Унибалим лосьоны, бір сөзбен айтқанда, үй дәрігері деп айтуға болады. Үй дәрігері деп. Себебі тек қана жаңағы аяқ, буын деп отқан жоқпыз, псориаз деп отқан жоқпыз, күрделі ауруларды да емдеп жатыр. Және адамда энергия болады, ци энергиясы, соны қалпына келтіреді екен. Соған да көзім жетті. Енді кальцийға келіп тоқталатын болсақ, коралловый кальций қолымызға тиген жоқ. Дегенменен кальций дегесін бүйрегіміз бұрып жатыр, елең етіп жатырмыз қарап. Бұл кальций адамның сүйегіне, шашына, тырнағына деп, сүйекке деп ойлаймыз ғой. Негізінде адамның қанына да 1% кальций керек екен. Қанға 1% кальций жетпеген кезде аяқтағы башпайдағы сүйектің қисаюы сол қанға 1% кальций жетпегеннен аяқтан алынады екен. Осындай енді кальций қолымызға тиіп жатса, әрине кальцийді барлығымыз басқа партнерларымызға да жаңағы айтып жеткіземіз. Себебі кальций енді өміріміздегі организмге мықты керек зат. Тек қана коралловый кальцийдің құрамымен жалпы
интернет арқылы оқып танысып жатырмыз ғой. Құрамында цинк та бар екен. Ол тері өнімдерін әдемілейді, цинк көздің көруін дұрыстайды. Жалпы кальций хронический гастритті, хронический ауруларды және анемиямен ауыратын адамдарды өте жақсы керек зат. Анемияға өте бірінші кезекте керек. Аяғы ауыр адамдарға, әйел адамдарға, сүйек жарақатына және аллергияны жақсы кетіреді кальций. Сондықтан кальций келсе енді біздің компанияның әрі қарай жұмысы жақсарады деп ойлаймын. Бұдан да жақсы өтеді. Біздің қолымызда тек қана унибалимның өзінен керемет нәтиже алдық. Ал сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Сұрақтарды лучше болса чатқа жазып отырады, арғай жалғастыра берсең. Чатпенен жауап берейін. Енді псориаз деген өте күрделі не? Ол бірден жазыла қоймайды, но дегенмен унибалимнан өте керемет нәтиже алдық. Араларыңызда сондаймен ауырып жатқан адамдар болса, қалай қолданғанымызды айтып түсіндіріп берейін. Келесі өнімдер туралы айтасыз ба? Жүрек және жаңағы мына давлениемен ауырған адамдардың екі жақ мынадай шекесіне жағып, давлениесін жаңағы ретке келтірдік. Бұл енді біз емес, біз әрине унибалимның арқасында. Және Рыскүл ханым көрсетіп жатқандай, унибалимның екі шекесіне жағып, давлениені, қан қысымын ретке келтірді. Бәрі де Аллахтың қалауыменен, әрине. Ауырмаңыздар. Болдыңыз ба сіз? Сұрақтарыңыз болса, чатқа жазып отырыңыздар. Венера ханым, айтып болдыңыз, е? Айтып болдыңыз ба? Иә. Жақсы. Айтып болдым. Рахмет. Онда мен қалған екі продукцияны өзім жалғастырып айта салайын. Мен компьютерден видеом қосылмай тұрғанға, видео қосылмай тұр екен десем, телефоннан қосылып тұр екен ғой. Рахмет. Венера ханым, рахмет. Сізге юнибалм туралы өте жақсы айттыңыз. Содан кейін тағы бір қосып кететін юнибалмды мына жаңағы энергия ци деп айтып қалдыңыз ғой. Негізі шығыс медицинасы мен өте қатты жақсы көремін, тоже құрметтеймін. Бұл Венера ханым тоже сол шығыс медицинасында айналысқан кезінде мықты тяньшист, бұрынғы. Енді мына юнибалмның тағы бір кереметтілігі, мына бүйрек арқылы, бүйректегі проблемаларды, мысалы, энергия дейміз ғой, энергияның бәрі қайдан пайда болады? Энергияның бәрі бауырда түзіледі. Сол энергия бауырдан шығады да, меридиандар арқылы шығыс медицинасынан естіген болсаңыздар, 12 меридиан бар, біздің ағзамызда. 12 мүше деп бекер айтпайды ғой. Сол 12 меридиан бар. Соның меридианның біреусі жаңа бауырдан шыққан жылу бүткіл ағзаны аралау керек қой. Сол кезде ол аяқтың артымен айланып, алдымен айланып төмен түседі ба, башпай арқылы аяқтың артымен қайтып айналып бүйрекке келеді. Егер сол кезде сол энергия бұзылып кеткен болса, бүйректе әртүрлі проблемалар пайда болады, жаңағы көп қой проблема деген, бүйректе тастың түзілуі, бүйректің дұрыс жұмыс жасамауы, бүйректегі ісіну, жаңағы сосын ол ары қарай осложнение ары қарай қай жаққа береді? Ары қарай қуық жолдарына, сосын әйел адамдардағы, еркек адамдардағы жаңа простата безінің ісінуіне, әйел адамдардағы миома, кистаның пайда болуына, эндометриоз дейді, бесплодие дейміз, бедеулік дейміз, қазақша. Міне осы нәрселердің бәрінің түзілуіне осы әсер етеді. Енді сіздер юнибалмды тек қана аяққа жағу арқылы, мына балтырдан тізеден төмен аяққа жағу арқылы, немесе табанға жағу арқылы, сосын салафамен орап қою арқылы
өте күшті осы энергияны қалыпқа келтіруге болады. Сол арқылы бүйректі түгел қалпына келтіруге болады, бүйректің жұмысын. Бүйректің жұмысының бұзылуының екі ақ себебі бар. Сіздер дұрыс су ішпеген кезде, күнделікті, иә, және аяқтан суық өткен кезде, бұл екеуі де барлық адамда бар деп ойлаймын. Себебі дұрыс, біз мына жұмыстың бәрі таңертең барып, жұмысқа кешке қайтамыз, күндіз кешке дейін су дұрыс ішуге уақыт болмайды, немесе біз оны бізде ол қалыпта жоқ, сондықтан да су дұрыс ішілмейді бәрімізде, 99% адамда. Енді 1% адамдар дұрыс су ішетін шығар, күнделікті 2 литр, 3 литрға дейін, жаңағы өзінің әрбір килограммына 30 грамм су деп айтып жатады, және аяқтан өткен суық деген ол да бәрінде бар. Енді қазіргі именно осы замандағы туылған балаларда ғана қазір жағдайы жақсы, біз оларға жақсы не жасап жатырмыз, жағдай жасап жатырмыз, а біздің кезіміз, совет үкіметі кезіндегі адамдардың бәрі аяқтан суық өткен, оған бәріңіз келісесіздер. Сондықтан да юнибалмен тек қана осы бір ғана аяққа жағу арқылы бүткіл қаншама меридиандағы жұмысты қалыпқа келтіруге болады екен. Сол үшін де мен юнибалымды өте қатты жақсы көремін. Сосын Венера ханым айтқандай первый помощь, алғашқы жәрдем ретінде барлық адамда болу керек, Мен балаларым жөтел қалған кезде де кеудесіне жақтым, 2 күнде жөтелі басылды. Жалпы жөтелді қарасаңыздар, егер олар бір аптаға дейін жөтелсе жөтеледі, болмаса құрғақ жөтелге айналып кетсе, ұзақ кетіп қалады, бір айға дейін. Тем более қазір вирус жүріп жатқан кезде, ондай ұзақ жөтел адамда қорқыныш пайда қылдырады. Мен сол кезде, балаларыма пайдаланған кезде 2 күннің ішінде жөтелі сап тиылып қалды. Міне осындай результаттар. Енді қазір айтылмаған тағы 2 өнім туралы қысқаша айта кетейін. Бізде қазір жақында қолымызға тиеді, Құдай қаласа, әлгінде Ләззат ханым офисқа келіп бір-бірден 1 штуктан таратты, пробный, мына түйенің сүтінен жасалынған капсулалар. Енді қазір кейінгі уақытта түйенің сүтінен жасалынған капсулалар бізде нарықта пайда болып жатыр, араб елдерінде де пайда болып жатыр. Бірақ біздікі осы жасалынып жатқан мына түйе сүтінен жасалынған капсулалардың айырмашылығы, қазір жаңадан технологиялар шығып жатыр. Ол технологиялар осы уақытқа дейінгі пайда болған технологиялар бойынша түйе сүтінен капсулалар олар ысытып, немесе суытып, әртүрлі басқа технологиялармен алынатын болса, қазір жаңа оборудование, аппарат дейміз, жаңа аппарат пайда болды. Сол түйенің сүтін сауған бойында сол аппаратқа салған кезде, ол содан түйенің сүтінен суды ажыратады да, қалғанын түгел құрғақ күйде порошокқа айналдырады. Одан біз не отамыз? Оның ішінде оның құрамындағы барлық витаминдер, түйенің сүтінің құрамындағы витаминдердің бәрі сақталып қалады. Ол сақталып қалған кезде ол сізге тез сіңімділік береді және жаңағы нәтиженің тез болуына көмектеседі. Бұл өзіміздің қазақстандық өнім. Енді түйенің сүтінің құрамында не бар деп қарасаңыздар, интернетте ақпараттар өте көп, ол қандай көмек, ең алғашқы мына асқазанның созылмалы ауруларына өте күшті көмектеседі. Сосын бізде енді медицинада жазылмайды деген ұғым бар ғой, сахарный диабет, қант диабеті және рак дейміз. Міне осыдан ол енді батыс медицинасындағы ұғым, жазылмайды деген. Негізі кез келген, жаңағы айтады ғой, Алла тағала кез келген ауруды берсе, оның емінде қосып береді дейді. Міне осы түйе сүтінің капсулалары осы ауруларға өте күшті көмектеседі екен. Сосын әйел азаматтар, біз әдемілікке өте құштармыз, әйелдер үшін, әйел қауымы үшін косметологияда өте керемет. Содан кейін жақында өте жақсы жаңалық болады. Оны енді Ләззат ханым компанияның ашылуына жақын уақытта айтатын шығар. Ақырындап айтып та жүр ғой, тағы бір күшті өнім келеді. Енді ол туралы мен қазір айтпаймын. Ол осы түйенің сүтімен байланысты. Мына капсуланың өзі іштен организмді, ағзамызды жасарттырады екен. Соған өте күшті көмектеседі. Міне осындай, бұл әйел азаматтары үшін өте күшті жаңалық болады. Өте жақында. Антиоксидант. Енді келесі өнім Юниклипс деген, бұл бізде эксклюзивный өнім болып есептеледі. Эксклюзивный деген жаңағы мына эксклюзивный правасын алады. Көптеген өнімдер, мысалы, әртүрлі компанияда әртүрлі аттармен негізі жүре береді. Заводтардан эксклюзивный правасын алмаған болатын болса, қайталанып кетеді. Ал енді мына біздегі өнімдердің көбі неге Юниден басталып жатқанын өзіңіз ойлаңыздар. Себебі әр продукцияның эксклюзивный правасын, құқығын алу оңай емес. Ол эксклюзивный құқығын алу үшін алғаннан кейін завод сіздің атыңызға сәйкес бұл өнімді шығарып береді, сіздің қалаған қойған атыңызға сәйкес. Сондықтан да сіздер қарасаңыздар, біздің өнімдердің барлығы Юниден басталынады. Эксклюзивный өнімдер, соның бірі Юниклипс. Енді бұл Юниклипс мына
құлақтағы нүктелер дейді ғой, енді ол қанша жылдан бері, қанша ғасырдан бері зерттелініп жатыр. Әр мемлекетте жаңағы зерттеулер бойынша жаңағы 90 точкадан бастап 200 точкаға дейін бар дейді. Яғни құлақта бүткіл ішкі ағзамыздың точкалары бар екен. Сол құлақтағы сол точкаларды осы уақытқа дейін әртүрлі жаңағы жағып, свеча қояды, немесе ине қояды деген сияқты сөйтіп жасалып келді. Енді міне жаңадан өнім пайда болып жатыр. Бұл әлі ешқай жерде пайда болған жоқ еді. Жаңадан ашылып жатқан кезінде Ләззат ханым сразу бірден жаңағы эксклюзивный құқығын алып, осы өнімді өзіне регистрация жасап алды. Енді бұл не десеңіздер, бұл мынандай черный нефриттен жасалынған тарыдай ғана өнім, сыртындағы пластыр, суретте көрініп тұрғандай, ол осы құлақтағы әрбір нүктеге қойылады. Ол кезде ол екі эффекті береді. Біріншіден, черный нефриттің өзі, мына қара нефрит дейміз, ол бағалы тас. Ол тастың құрамында 30-дан асқан макро-микро элемент бар. Оны құлағыңызға қойған кезде, оның ағзаға әсері өте күшті. Біріншіден, екіншіден, оны тура дәл нүктеге қойған кезде, сол нүктені басып тұру арқылы ішкі ағзаның жұмысын активировать етеді. Ішкі ағзалар тездеп жұмыс істеп бастайды, қызып жұмыс істеп бастайды. Сол арқылы жаңағы ауруларды да қалыпқа келтіруге болады. Енді бізге 200 точканың барлығын біліп керек емес. Енді жаңалықтарды естіп жатсыздар, 5-5-тен топтап қазір оқу басталды. Осы Юниклипсқа оқытып жатыр. Біздегі жаңағы именно осы акупунктурный точкамен айналысатын Гүлмира ханым Алматыда оқытуды бастады. Соны оқып болғаннан кейін сіздердің қолдарыңызға сертификат береді, сіздерде оны қоя аласыздар. Сосын жаңағы аппараттары бар специально. Осы мен қорқам, точкаларды таппаймын деген жағдайда бір ручка сияқты, соны апарған кезде қай орган дұрыс жұмыс жасамайды, анау деген өзі шиқылдап өзі білдіреді. Міне сондай аппараттар арқылы да қорықпай қоя берсеңіздер болады. Енді бізге қажетті ары кетсе бір 10 шақты, 20 шақты нүктені біліп алсақ болды. Ол ең керегі жаңағы давление тез көтерілген кезде давление реттейтін, іш құрылысының жұмысын реттейтін, сосын мына ас қорыту жүйесінің жұмысын реттейтін, аппетитті дұрыстайтын. Бізде жаңағы дұрыс тамақтанбаудан да переедание дейміз ғой, артық тамақ ішу көп, сондықтан салмақ жинап алу көп. Мысалы, соның бәрін реттейтін точкаларды біліп алсақ, содан кейін тағы бір жақсы ұнаған нүкте маған мына стрессті дұрыстайтын, стрессті кетіретін нүкте. Стресс барлық адамда бар. Ол стресс қайдан пайда болады? Ол дұрыс жұмыс, жаңағы жұмыстан зарплатаның дұрыс алмаудан, қанағаттанбау, то есть жұмыста зарплатамызды ақшаның жетіспеушілігі стресске әкеледі, үйдегі дұрыс емес отношение стресске әкеледі. Стресс деген өте көп. Міне сол стрессті кетіретін точка бар екен құлағымызда. Міне сол арқылы соған күшті көмектеседі. Содан кейін ол арқылы ол эндорфинді көтереді, яғни адамдардың күліп жүруіне, настроениесінің, көңіл күйінің көтерілуіне көмектесетін мықты точка бар екен. Міне біз сол точканы дұрыстап көріп алатын болсақ, бәріміз жаппай сол нүктеге жапсырып алатын шығармыз деп ойлаймын. Міне осындай керемет өнімдер әзірге осы 4-еуі нақты болатын. Одан кейін компаниямыздың жазда 25 июльдегі открытиясынан ашылуынан кейін тағы да өнімдер қосылады, жоспарда бар. Ләззат ханым шет жағасын айтып жүр, енді оны өзі тағы да айтып жатыр. Енді рахмет сіздерге өнім туралы осы. Енді ары қарай кеттік, біз бұл өнімдерді алу үшін не істейміз және компаниядан қалай ақша табуға болады, мүмкіндіктер туралы тез таныстырып өтейін. Компанияда негізі 4 түрлі кіру жолы бар, және 5-шісі тегін тіркелу. Тегін тіркелу 3 айға дейін адамдарды тегін тіркесеңіздер болады. Қазір ақшам жоқ деген жағдайда тегін тіркеп қоюға болады, ол 3 айдан кейін өшіп қалады. Оған дейін ол адам, міне осындай мүмкіндік бар. Енді көп компанияларда біз преимущество ретінде айтып жатады, мысалы жаңа Oriflame, Mary Kay, Avonдарда бізде тегін тіркелу бар дейді, сол сияқты бізде де тегін тіркелу бар. Оны білмейтін адамдар бар екен, сол үшін айтып отырмын. Тегін олар адамдарды тіркеп қойып, ол адамдар өзінің арттарынан адам тіркесе болады. Одан кейінгі 4 пакет бар. Бізде $100 пакеттен $1000 пакетке дейін өздерінің аттары бар. Смарт пакет, стандарт пакет, бизнес пакет және элит пакет деген. Бұл 4 пакетке 4 түрлі статус бекітілген. Егер сіз 4 пакетті сатып алған жағдайда, сізге 4 статус бірден бекітіледі. Енді әр пакеттің өзінің жаңағы балдары бар. $100 пакет ол 80 балл береді, $1000 пакет ол 800 балл береді. $250 пакет 200 балл береді, $500 пакет 400 балл береді.
Және сіздерде бірінші мүмкіндік компанияда рекрут бонус дейді, шақыру үшін төленетін бонус дейді компанияның тарапынан. Өзіңіз партнер болғаннан кейін сіз осы 4 пакетке адам шақырған жағдайда қандай ақша таба аласыз? Егер сіз $100 пакетке адам тіркесеңіз, онда сізге компаниядан $15 төлейді компания. Ол теңгеге шаққан кезде бізде ішкі курс бар, қазір сырттағы даладағы курсты өздеріңіз білесіздер, жоғары кетіп жатыр. Енді компания әлі ұстап тұр, ішкі курсы алу да беруде 390 теңгеден $1. Сонда сізге $15 төлеген кезде 5850 теңге аласыздар. Ал егер сіз $250 пакетке, стандарт пакетке адам тіркесеңіз, онда бірден төленетін ақша $40 немесе 15600 теңге. Бізде, кстати, бонустар әртүрлі төленеді. Бір бонустар сразу түседі, бір бонустар апта сайын түседі, бір бонустар ай сайын түседі, бір бонустар жыл сайын түседі. Сондай бонустар солай бөлінеді. Жарты жылда да түсетін нәрселер бар. Енді келесі, сіз өзіңіз шақырған адамыңыз $500 пакетке тіркелген болса, сізге бірден $90 немесе 35100 теңге төленеді. Ал егер сіз шақырған адам бірден $1000 тіркелген болса, онда сізге $180 немесе 70200 теңге төленеді. Одан кейінгі бонус, бұл 2 еселенген рекрут бонус деп аталады. Бұл енді уақытша, қазір компания жаңадан ашылғаннан кейін сіздерге көмек ретінде төлеп отыр. 2 еселеп төлеу. Ол қандай жағдайда аласыздар? Сіз шақырған адамның саны 3 айдың ішінде 12-ге толса. Мысалы, сіз шақырып жатсыз, ай сайын 4 адамнан шақырып отырсыз, немесе осы айда бірінші бастағанда 10 адам шақырып тастадыңыз, келесі айда 2 адам шақырдыңыз деген сияқты. Общий шақырып тіркелген адамыңыздың сомасы 12-ге толса, бұл 1 март күні басталған, 1 июньде бір квартал аяқталады. Содан кейін 1 июньнен бастап, ары қарай июнь, июль, август, сентябрьдің 1-не дейін 2 квартал басталады. Осыған үлгермегендеріңіз 1 июньнен бастап қайтадан 1 деп санап 12-ге дейін тағы шақырсаңыздар болады. Тағы да аласыздар. Жаңа ғана шаттан көріп отырсыздар, адамдар алып жатыр уже. Егер сіздің шақырған адамыңыздың саны 12-ге толып, және олардың бәрі $100 пакетпен тіркелген болса, сіз алған $180 рекрут бонусыңызға қосымша $200, яғни 78 000 теңге тағы үстінен қосып аласыз. Бұл 12-ге толған мезетте сіз 1 айда толтырасыз ба, 2 айда толтырдыңыз ба, 3 айда толтырасыз ба, сол толтырған мезетте бірден түседі. Егер сіздің шақырған 12 адамыңыздың бәрі $250 пакетпен тіркелген болса, сіз алған рекрут бонустың общий сомасы 480 болатын болса, қосымша $500 немесе 195 000 теңге тағы да ала қоясыз. Одан кейін сіз шақырған 12 адам түгел барлығы дерлік $500 пакетке тіркелсе, сіз ол жерден аласыз $1080 и плюс компания сізге тағы да $1000 қосымша қосып береді. Егер сіз шақырған адамдардың саны 12-ге толып, және олардың барлығы $1000 пакетпен дерлік тіркелген болса, онда сіз $2060 аласыз рекрут бонус бойынша, және мына экстра рекрут бойынша сізге тағы да $2000 қосымша береді. Сонда қараңыздаршы, сіздер 3 айдың ішінде тек қана, немесе ол 3 ай деген максимально айтылып тұр, сіз 1 айдың ішінде 12 адам шақырып, оларды $1000-ға жаза алсаңыз, сол айдың ішінде 2 миллион теңге табыс таба аласыз деген сөз. Тек қана 2 түрлі бонус бойынша. Оның ар жағында қаншама тағы да бонустар бар. Енді келесі бонус, бұл бинарный бонус. Бинар деген сөз, би деген 2 деген сөзден шыққан, яғни 2 ветка, 2 бұтақ, 2 аяқ деп әртүрлі айтады. 2 жағыңыз бірдей қозғалған кезде. Бірдей деп айтпай қойын, 2 жағыңыз жүріп бастаса. Маңызды емес бірдей қозғалуы. Бір жағы кетсін, үлкен тезірек кетіп қалсын, бір жағы ақырынырақ жүрсін, но сіздің 2 веткаңыз бірдей қозғалып бастаған кезде бұл бонус шығады. Ал егер мынандай жағдай болады, сұрақтар болады. Мысалы, бір жағым жүріп кетті, екінші жағым жүрмей жатыр, онда не болады? Онда бір жағыңыз жүріп кеткен жағыңыздың балы жиналып тұра береді. Екінші жағыңызды жылжытып бастаған кезде сол жиналған балдардан айналып ақшаға айналып түседі. Бұл бинарный бонус 8%-дан 20%-ға дейін беріледі. Және неге 8%-дан 20%-ға дейін айырмашылығы? Ол сіздің уже статусыңызға байланысты. Жаңа мен басында айтып кеттім, адамдар кірген пакетіне байланысты 4 түрлі статус соған белгіленеді дедім. Мысалы, $100 пакетке кірген адамға партнер деген статус белгіленеді, және ол бинардан 8% алады. Менеджер деген статус, ол $250 пакетке кірген адамға белгіленеді мәңгілікке,
егер сіздер пакетті сатып алған кезде мәңгілікке белгіленеді. Және сіз бинардан 10% аласыз. Егер $500 пакетке кірген адам директор статусын мәңгілікке иеленеді, және ол бинардан 12% алып отырады. Ал енді $1000 пакетке кірген адам бірден золотой директор статусын иеленеді мәңгілікке, және ол 14% бинардан алып отырады. Бұл төрт статусты егер сіз сатып алмай тек қана $100 ғана кіріп, сол $100 арқылы жасайым десеңіз, онда товар обороттары бар, менде жазылмаған бұл жерде, товар обороттардың таблицасы бар, сол бойынша апта сайын сол тауар айналымды беріп отырасыз. Сол кезде сіз апта сайын сол статусты ұстап отырасыз. Егер сол келесі аптада ол тауар айналымды бере алмасаңыз, сіз қай тауар айналымды беріп тұрсыз, сол статусқа түсесіз деген сөз. Бұл егер сіздің пакетіңіз $100 болған кезде, қосымша. Егер сіз сатып алудың екі жолы бар. Мысалы, бірден сатып алу $1000-ға, немесе $100-ға, немесе $500-ға, немесе апгрейд арқылы көтерілу. Яғни сіз келесі статусқа $250 пакетке кірген болсаңыз, тағы $50-дан өнім сатып алып отырсаңыз болады. Сол жиналып $500-ға жеткен кезде сіз уже келесі статусқа өттіңіз, және ол сізге мәңгілікке қалады деген сөз. Бұл сатып алудың екі түрі. Енді 17% бинардан алу үшін сіз бриллиантовый директор болу керексіз. Бриллиантовый директор болу үшін өзі жылына 4 рет тауар айналым беру керексіз, 12.000 юникеш айына. Ал 18% бинардан алу үшін сіз президент деген квалификацияға көтерілу керексіз. Ол үшін жылына 3 рет тауар айналым жасау керексіз. Талабы бар, 3 рет жылына, яғни 4 айда 1 рет деген сөз. 24.000 юникеш беру керексіз. Ал енді амбассадор болу үшін 20% бинардан алу үшін, 20% деген өте үлкен ақша. Осы 20% бинардан алу үшін сіз жылына 2 рет тауар айналым көрсету керексіз, жаңағы 48.000 юникешпен 2 рет сол тауар айналымды берсеңіз, сіз амбассадор статусында тұрасыз постоянно. Енді тура осы жерде айтқым келіп отыр, жаңа біздің Ләззат ханым алдыңғы компанияда істеген кезде осы бинарный бонус, ол жерде де 6 квалификация, бірақ қай квалификацияда ең жоғарғы квалификация ол жерде президент деген квалификация, сол президент деген квалификацияда тұрса да 8% еді бинардан, соның өзінде де ол кісі $1 миллион шықты. Сіздер көріп отырсыздар, Uniforest компаниясында 20%-ға дейін бинардан төлеп отыр, яғни сіздерде үш еселеп, яғни $1 миллион емес, $3 миллион табуға мүмкіндік бар деген сөз. Енді бұдан басқа тағда осы статусқа шыққан адамдар үшін статус жасауды оңай емес, мысалы әркім үшін әртүрлі еңбек жасайды. Осы статусқа шыққан адамдарға берілетін арнайы сый-сияпаттар бар компанияның тарапынан. Ол уже дайын болып жатыр, сіздер уже көріп жатырсыздар, өте керемет. 4-9 деген 4 девятки золото дейміз ғой, 4-9 алтынмен қапталған өте күшті значок. Кім золотой директорын жасайды? 25 шілде күні бізде Алматыда открытие болған кезде сахнаға шығып, үлкен сахнадан осы алтын значокты аласыздар. Ал бриллиант директор статусына шыққан адам дәл сондай алтын значок, бірақ ортасында бір бриллиант көзі болады оның. Одан кейінгі президент статусын жапқан адамдарға дәл осындай алтын значок 2 бриллиант көзімен беріледі, және компанияның брендімен өте керемет костюм, әйелдер костюмы және ерлер костюмы, пиджак дейміз, осы пиджакты сол сахнада киесіздер, если оған дейін президент статусын жауап үлгеріп келсеңіздер. Ал енді амбассадор статусына шыққан кезде дәл осындай алтын значок, алтын қапталған, алтынмен қапталған значок 4-9 алтын, және ол значокта 3 бриллиант көзі бар. Онымен қоймай, компаниядан сіз алтын сағат, ол сағаттың үстінде логотипі бар, компанияның астында сіздің аты жөніңіз бар, және ол жерде 3 штук көзі бар, бриллиант көзі бар сағат тағасыздар. Бұл компаниядан берілетін сіздерге жаңағы сый-сияпат, признание дейміз. Одан кейінгі алатын табыс көзі бұл чека matching бонус дейді. Бұл жаңағы сіздердің шақырған адамдарыңыз ертең чекке шығып бастаған кезде оларды өсіру оңай емес, адамдарды лидер қылып, оларды чекке шығару оңай емес. Сол үшін де сіздер оларды чекке шығарған уақытта сол
істеген еңбектеріңіз үшін олардың чектерінен компания сізге процент төлейді. Ол проценттің жалпы сомасы 40%, яғни ол 40% қалай бөлінеді? Сіздер тікелей шақырған адамдар чекке шыққанда бинардан, олардың чегінен сізге 20% төлеп отырады. Екінші уровендегі олардың шақырған адамдарының бинарынан сізге 10%, одан кейінгі үшінші уровендегі адамдардан тағы да 10% төлейді. Мынандай жағдай болады, форс-мажор дейміз, көп компанияларда бұл жоқ, бұл біздің компаниямыздың артықшылығы. Мысалы болады, бірінші, екінші, үшінші линиялар активный болмайды. Мен осы алдыңғы компанияда қанша қызмет жасадым, жаңа Ләззат апаймен бір компанияда істеген кезде. Менде бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші линия жұмыс жасаған жоқ. Алтыншы линиядағы адам жұмыс жасады. Ол жердегі алтыншы линиядағы адам аптасына $4000 ақша алып отырған кезде, представляете, мен дым алған жоқпын. Себебі бұл артықшылық ол жерде жоқ еді. Ол жерде бірінші, екінші, үшінші линиядан төлейді, ал төртінші линиядан бастап алу үшін сіз деген амбассадор деген квалификацияны жасау керексіз, және сіз 3% аласыз. Ал мына жерде сізге 40% береді, 3% бен 40%-ның айырмашылығы бар, Сол кезде сіздер бірінші, екінші, үшінші уровендегі адамдарыңыз активный болмай қалатын болса, сіз кез келген активный уровендегі адамнан 20% алып бастайсыз. Содан арғарай ретімен кете береді. Тағы одан кейінгі уровендегі активный адамның чегінен 10%, одан кейінгі бір түкпірдегі адамдардың чегінен 10%. Сонда сіз 40%-ды бәрібір жоғалтпайсыз деген сөз. Бұл біздің маркетингтің ең керемет артықшылығы. Одан кейінгі автобонус. Автобонус бұл, мысалы, көп компанияларда автобонус деген лизингке беріледі, немесе кейбір компанияларда бұл как промоушенға қойылады. Бұл компанияда Uniforexте лизинг емес, промоушен емес, бұл кәдімгі компанияның тарапынан берілетін маркетинг планда қойылып тұрған автобонус. Яғни ол деген сөз, кез келген адам уақыт келгенде бұл автобонусты алады деген сөз. Бұл бір рет беріледі әр адамға. Бұны жасау үшін сіз бриллиант статусына шыққаннан кейін басталып балдарыңыз есептеледі, автобонус деген вкладка ашылады, сайтта сол жерге есептеліп балдың бәрі жиналады. Бір жыл бойы істегенде сіздің істеген балдарыңыздың бәрі 150 000 балға жеткен кезде, сізге компания $10 000 көлемінде автобонус, сіз ол тапқан табысыңыздың сыртынан автобонус береді, Және де мынандай бар, бұл сіз бриллиант болған сәттен бастап бір жыл болды, одан кейін жоқ деген сөз емес. Адамдар болады, мысалы, бриллиант болған сәтте де алғашқы адамдарда команда аз болуы мүмкін, Сіздің командаңыз бір 5-6 айдан кейін қатты көтерілуі мүмкін. Яғни сол көтерілген сәттен бастап 12 ай, үзілместен 12 айдың ішінде, жылжымалы түрде 12 айдың ішінде 150 000 балл жинап шықсаңыз болды. Мысалы, мен автобонус алған кезде алдыңғы компанияда 1,5 жыл бойы командамда ақырын жұмыс жасатты, 1,5 жылдан кейін көтерілді. Көтерілген кезде мен 3 айда жаптым автобонусты. Ол 3 айда жапқаннан кейін тағы 9 ай, 1,5 жыл еді ғой, күтіп отыру керексің. Тағы да 15 ай күтіп отырдым мен соны алу үшін. Ал мына жерде бізде тағы бір артықшылығы, Сіз қазір автобонусты жаптыңыз ба, 3 айда жауып тастайсыз ба, 4 айда жауып тастайсыз ба, компания бере берем дейді. Кез келген ай сайынға болатын үлкен мероприятиеде жиылыс жасаған кезде, сол кезде компания сізге осы автобонусты бере береді. 1,5 жыл күтіп отыру жоқ, подтверждать етіп күтіп отыру жоқ, Бұл да біздің компаниямыздың артықшылығы. Одан кейінгі соңғы тағы путевка деген, бұл да артықшылық деп айтқым келеді, себебі компанияларда путешествиялар организовать етеді, ұйымдастырады, бірақ олар как промоушен ретінде ұйымдастырылады. Бізде де промоушен ретінде әртүрлі саяхаттар көп ұйымдастырылады, көресіздер, алда өте керемет болады, Оның сыртынан мына путевка деген маркетингте тұрған путевка несі күшті. Мысалы, промоушен кезінде біз ұйымдастырып сыртқа адамдарды алып шыққан кезде лидерлер негізі демалмайды. Олар команданың қасында жүреді, командаларда арберт көрсетеді, жаңағы олардың қас қабағына қараймыз, қалай тамақ ішкен несін барлығын соларға көп көмектесіп жүреді, лидерлер өздері көбінше демалмай қалады. Енді компанияның тарапына маркетингтегі путешествияның артықшылығы не, саяхаттың? Бұл уже сіз статус шаптыңыз, президент деген как положено, сіз енді жаңағы компанияның тарапынан сіз сияқты бірнеше президент жиналып, жарты жылда бір рет саяхатқа шығу. Бұл кезде сіз уже как положено лидер ретінде демаласыз. 5 жұлдызды отельде, ол 5 жұлдызды отель дегеннің өзінің ішінде барлық нәрсе бар, все включено. Представляете, соған барып керемет
кез келген шетелде, ол Дубай ма, ол Турция ма, ол Хайнан ба, қай жер болмасын, ол Европа ма, сол жерге барып сіздер өте керемет демалып қайтасыздар. Бұл лидерлер үшін өте керемет отдых, демалыс. Одан кейінгі соңғы амбассадор бонус деген бұл да керемет, бұл да жаңағы признание для лидеров дейміз. Сіз амбассадор жапқаныңыз үшін сол сәттен бастап айма-ай 195 мың теңге мима жаңа бүткіл зарплатаңыздың сыртынан, мысалы болады кейде бір ай жұмыс жасамай қалдыңыз дейік, бір ай басқа бір шаруалар шығып қалды дейміз, семейные обстоятельства дейміз. Соның өзінде де көмек ретінде компаниядан сізге 195 мың теңге түсіп тұр. Қандай керемет, Бұл да біздің компаниямыздың артықшылығы. Енді бұдан кейін 8-ші активационный бонус дейді. Қай жерде өнім бар, ол жерде активация болу керек. Бірақ умеренно, мысалы біз шетелдік компанияларда жұмыс жасадық, активация ай сайын 80 мың, 90 мың теңгеге, ең кемі 60 мың теңгеге сатып алып отыру керек дейді. Сіз оны сатып алмасаңыз болды, сіз нөлсіз. Қайтадан нөлден, статусты да нөлден бастайсыз, қайтадан барлығы нөлден бастайсыз, Сондықтан да активация жоқ, бірақ өнім бар компаниялар ұзаққа онша бара бермейді, себебі активация жоқ болатын болса, ол компанияның болашағына нұқсан келеді, себебі товар қайталап сатылмағаннан кейін ол банкрот болуы мүмкін, Ондай компанияны да көрдік. Сондықтан да сіздер бір компаниядан ұзақ $1 миллион алғыларыңыз келсе, ұзақ жұмыс жасағыларыңыз келсе, онда компанияда активациясы болғаны дұрыс. Және мен айтамын, ол умеренный де. Міне осыны өте умный жасалған, ақылды Ләззат ханым. Мына компаниядағы активность ол умеренный, біздің нарыққа сәйкес қалта көтереді. 3 айда бір рет 39 мың теңгеге өнім алып отыру деген сөз, Оны сіз 3 айға бөліп жүрсеңіз, ай сайын 13 мың теңге. Мен жаңа айттым, шетелдік компанияларда біз ай сайын 80 мың, 100 мың теңгеге дейін активность жасап отырдық, Ол көп адамдардың қалтасы көтере бермейді. Мысалы, бір адамның зарплатасының өзі 100 мың теңге. Сондықтан да оны ондай количествода жасай алмайды. Ал мына жерде сіздің командаңыз, ойлаңыз енді, мысалы, қазір тура мына мұрнның ұшымен қарамайық, сіз 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін елестетіңізші, командаңызда 5 мың, 10 мың, 20 мың адам бар. Сол 20 мың адамыңыз әр қайсысы 3 ай сайын жаңа 39 мың теңгеге қайтадан товар сатып алып жатқан кезде, сізде пассивный табыс деген уже түсе бастайды, Сізге бац, сол адамдар, олар 3 айда бір рет жасап отырмайды, мысалы, бір адам осы айда 30, 40, 100 осы айда жасайды, 1000 келесі айда жасайды, тағы бір 1000 келесі айда жасайды деген сияқты. Яғни сіз постоянно пассивный доходта отырасыз, уже біртіндеп 80 юникештен кошелегіңізге түскен кезде одан бинар жабылады, одан статустары көтеріледі адамдардың, одан біреулердің тағы астыңыздағы адамдардың бинар жабылса, сізге чек-ат шыға бастайды, біреулердің автобонусы жабылып жата бастайды. Міне осындай қарбалас жұмыс болады, Құдай қаласа, 1 жылдан бастап ары қарай. Енді соңғы жилищный программа деген бұл үй мәселесі. Үй мәселесі бұл тек қана Қазақстанда емес, көршілес мемлекеттердің бәрінде бар нәрсе. Мемлекет тарапынан жаңағы зарплатада аз ғана айлықта отырған адамдардың барлығы үшін үй сатып алу бұл үлкен мәселе. Мен де не үшін осы желілі бизнеске кетіп қалдым? Мен негізгі мамандығым мұғалім, сол мұғалімдік өзіме ұнағанмен, мен оған кетуге мәжбүр болдым, себебі ол зарплатамен мен көзім 100% емес 200%-ға жетті. Менің азғантай 50 мың теңгелік зарплатамен мен ешқашан үй ала алмайтынымды. Алсам тек қана ипотека деген ол кредитті жауып жүрген кезде пенсияға шығасың, пенсияға шыққаннан кейін ештеңеге жарамаймын деген ой тағы келеді, адамдарда сенімсіздік пайда болады. Сондықтан да мен ойланып, жаңа мектептегі жұмысымды таста кету себебім осы. Соның арқасында, университетке келгеннің арқасында біз үйлі болдық, жаңағы қандай дәрежелердің, жетістіктердің бәрін осы желілі бизнестің арқасында жасап жатырмыз. Міне осы үй мәселесі, мен ойлаймын, барлық адамдарда бар. Сондықтан да Ләззат ханым ойланып бұл нәрсені де мықты қосып отыр, өте ақылды. Себебі бұл осы тек қана Uniforce компаниясының партнерларының ішінде ғана болады. Және кімде-кім $1200 чекке шығып бастағаннан бастап, осы үй мәселесі бойынша мына программаға қосыла алады. Енді бұның программасы енді дайын болып қалды, дайын болғаннан кейін толық нақты айтылады болашақта, сондықтан да қазір мен толық нақты айтпай қояйын. Бірақ дегенмен мен бір нәрсені басып айтқым келеді. Осы Uniforce компаниясында жұмыс жасап жатқан болсаңыздар, Ләззат ханымды енді біз естиміз ғой, былай аузынан естіп жүрміз,
барлық осы компанияның мүшелерінің бәрін міндетті түрде осы үй алатындай дәрежеге жеткіземін деп айтып жатыр да. Тек қана сіздерден әрекет болса, сіздердің чектеріңіз $1200 жеткізсеңіздер болды, осы үй сіздердің барлығыңызда болады, Құдай қаласа. Міне осындай өте күшті мүмкіндіктер. Жаңа Венера ханым өте керемет айтты продукты туралы, иә. Енді мен қазір мынаны өшіре салайыншы бір минутқа. Сөзімнің соңында не айтқым келеді, сіздерде осы поддержка жасап кіріп жатқандарыңыз үшін тоже рахмет, қазақ тілді аудиторияға. Біріншіден Венера ханым сізге көп рахмет айтам, рахмет. Бірден айтқанымды жерге тастамай, жарайды деп мен өзімде енді кішкене қобалжу болды. Сіздің енді тікелей өнім туралы айтып жүргеніңізді естімесем де, сыртыңыздан мақтауларды көп естимін. Сондықтан да жаңағы сізді график алдымда келіспестен қоя салдым, бірақ бұл кісі бірден жақсы деп жаңа ғана екеуміз сөйлесіп отырмыз бір сағат бұрын. Жақсы, мен айтып берем деп уже шығып айтып жатыр, рахмет сізге. Баршаңызға бәріңізге рахмет. Енді мына желілі бизнестің бір кереметтілігі, негізі ақша табудың жолы ғой барлығымыз үшін. Біз қай жерде мектепте жұмыс жасасақ та, дәрігер болып жұмыс жасасақ та, қай жерде жұмыс жасамасақ та, біз не үшін жұмыс жасап жатырмыз? Біз ақша үшін жұмыс жасап жатырмыз, біз бала шағамызды бағу үшін жұмыс жасап жатырмыз, біз жақсы өмір сүру үшін жұмыс жасап жатырмыз, бірақ та мемлекеттік жұмыстарда сол жақсы өмір сүруге мүмкіндік бере бермейді, шыны керек. Зарплата жетпейді, әйтеуір, аштан өлтірмейді, бірақ та бір әйтеуір тұрақтылық бар деп көп адамдарда қорқыныш бар, сол тұрақтылықты тастап кете алмайды. Енді одан бөлек тағы жақсы өмір сүру үшін ақша табудың екі жолы, ол үлкен бизнес жасау немесе желілі бизнес жасау. Үлкен бизнес жасау деген сөз, ол да көп үлкен ақша салуды қажет етеді. Мысалы, менің жолдасым Талант, бәріңіз білесіздер, осы компанияның партнері тоже, осы біз сетпен көтерілген кезде, ол дополнительно қосымша традиционный бизнес дейміз, дәстүрлі бизнес ашты. Ол бизнесі үлкен ақша салуды қажет етті. Мысалы, терминальный бизнес, үйге келгендер көреді, енді терминалдар толып тұр үйде. Жаңағы единица салатын терминал, мен сол туралы кішкене айтқым келіп тұр. Ол терминалдардың жаңағы оған бір терминал, мысалы, сыртта тұратын терминал 1 миллион теңге тұрады. Іште тұратын магазиндердің іште тұратын терминалдар 500 мың теңге тұрады, жаңасы. Оның тағы минус қандай, оның активнысы қандай? Ол терминалдардың да тоже постоянно жаңағы ішіндегі аппараттарын ауыстырып тұратын. Неге? Мысалы, жаңадан купюра шықса, 2000 теңгелік шығатын болса, ол ана ескі аппарат оны қабылдамайды, танымайды. Болды, оны қайтадан купюра приемнигін ауыстыру керек болады. Оның бір купюра приемнигі 100 мың теңге тұрады. Представляете? Ол да активность оның бизнесіне, Ол 2000 теңге шығып, ол купюра приемникті ауыстырды да, оны салық қойып еді, енді тағы 10 мың теңгелік шықты, оны тағы танымайды, анау алмайды, қабылдамайды. Сосын оны тағы барып ауыстырады үстіне, қайтадан басқа аппарат алады, міне активность деген ол бизнесіне жасап жатыр. Онымен қоймай, оның рискілері қандай? Оны деген біреулер жаңа, біз оны түн ішінде қалдырмай, оны инкассаторлар инкассировать етіп тұрады ғой. Ал оны сон, мысалы, бір адамдар жаңағы магазинді сындырып, терезесін сындырып кіріп, оны 101 миллион теңге тұратын аппаратты ломмен сындырып, жаңағы ішіндегі ақшасы бар деп ойлап, оны быт-шытын шығарып кетеді. Көрдіңіз бе? Не болды? 1 миллион теңге минусқа кірді деген сөз. Оны қайтадан восстановить ету қандай оңай емес, естің алдында толып тұр, үйге келген адамдар көріп жүр. 5-6 терминал тұр, жасау керек, оның орын табу керек. Не көрдіңіздер ме? Дәстүрлі бизнесте өзінің волокитасы өте көп. Қай бизнесті алмасын, оның деген жаңағы минусы мен плюсы бар, Енді желілі бизнестің плюсын қараңыздаршы. Сіздерде ондай рискі жоқ. Миллион теңгеге жаңағы бір тал аппарат алып қоймайсыздар, Оған ай сайын жаңағы кез келген ішіндегі аппаратын ауыстыру үшін бәленбай ақша салмайсыздар. Одан кейін сіздердің арттарыңыздан ешкім аңдып жүрмейді, мынаның қалтасында бәленбай миллионы бар ма екен деп, Желілі бизнес деген рискі жоқ, керемет бизнес қой. Сіз даже миллион тауып жатырмын деп біреуге айтсаңыз да сенбейді, сіздің артыңызда ешқандай ұрғары да жүрмейді, ешқандай. Міне осындай керемет бизнес, Тек қана сіздерде өздеріңіздің тәжірибелеріңізді оттачивать ету. Яғни немене? Күнделікті жаңағы адам шақыруды, әдемілеп шақыруды үйрену, күнделікті әдемі сөйлеуді үйрену, күнделікті презентация өткізуді үйрену, күнделікті кездесу жасауды үйрену. Бар жоқ осы ғана.
Соны үйреніп алсаңыздар болды. Қазір мен де осыдан 5 жыл бұрын это не мое деп айтқанмын. Себебі мен де көп сөйлемеймін, мен ұялшақпын, ешкімнің алдына шығып сөйлей алмаймын. Сол кезде келіп презентацияда тыңдап отырған кезде айтқам, бұл менің ғана істейтін ісім емес, менің қолымнан келмейді екен, мен қоя қояйын деп ойлап жүрген кезде өзіме ұқсас адамдарды естіп қалдым сетевойда, иә. Әркім өзінің тарихын айтады ғой. Тарихын айтқан кезде өзіме ұқсас адамдарды көре бастадым. Содан кейін мен бизнесте қалдым. Ойладым, егер олар 5-6 жыл бұрын тура дәл мен сияқты ұялшақ болса, дәл мен сияқты ол бизнесті жасай алмайтын адам болса, бірақ қазір жасап жүргендерін көрдім, солардың қолдарынан 10 мың, 20 мың доллар алып жатқандарын көрдім. Сол кезде менде үміт пайда болды. Я, менде де болады екен сондай, менде де жүре берейін деп, я. Если сіздердің орталарыңызда да қазір жаңағы 10 мың теңге, 20 мың теңге алып, немесе дым теңге ақша алмай, өздеріңіз үміттеріңіз үзіліп жатқан болатын болса, қорықпаңыздар, кетіп қалмаңыздар. Сіздерде болады. Сіздерде бәлкім 3 айдан кейін болып кетеді, бәлкім 6 айдан кейін болады, бәлкім 1 жылдан кейін болады, бірақ түбі болады. Түбі болды да, иә. Ол мен әлгінде сабақ өткен кезде таңертең сағат 10-дағы сабағымда мен өзімнің жетістіктерімді түгел слайд ретінде көрсеткем. Қандай үйде тұрдым, қандай үй салып алдым, қалай жаяу жүрдім, қай жерде мектепте жұмыс жасадым, қандай машина мініп жүрмін, соның бәрін мен көрсеткемін, иә. Сондықтан да сіздерде де бұл нәрсе болады. Құдай қаласа, тек қана шыдам берсін, и сонан кейін сіздерден әрекет. Міне осымен мен қазір презентациямды аяқтаймын. Көп рахмет сіздерге.